Сәлем достар, сіздерге бүгін қарапайым заттардан өте дәмді болып шығатын салат түрін әзірлейтін боламын. Видео ұнап жатса лайк, комментарий немесе достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Менен рецепт сіздерден қолдау күтемін. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен таза ыдысымызға жұмыртқаларды жарып, тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді кезекте табамызға май құямыз. Ол қызғаннан кейін осылай құймақ ретінде құйып, екі жағынан пісіріп аламыз. Тез піседі, күйдіріп алмаңыздар. Табаның диаметрі менде 28 сантиметр. Міне тағы бір көрсетейін. Құйғаннан кейін осылай екінші жағы жеңіл алынады, қорықпаңыздар. Бастысы табамыздың бет жағы антипригар болуы тиіс. Барлығы піскеннен кейін суытып қоямыз. Енді картоптың сыртын ашып, жуып, корея күшінен өткіземіз. Өткізіп болған соң салқын сумен жуып, осындай құрғақ сүлгіге жаямыз. Одан кейін кішірек кастрөлге көбірек май құйып, қызып тұрған сол майда қызарғанша қуырып аламыз. Міне қуырылған күйде осындай болады. Келесі кезекте үгіршікті видеодағыдай тураймыз. Туралған үгіршіктерімізді ыдысымызға салып, одан кейін жоғарыда алдын ала пісірілген жұмыртқадан құймақтарды орап тураймыз. Оны да ыдысқа саламыз. Келесі қызанақ. Менде қызанақ үлкен болған соң 4-тен 1-ін ғана қолдандым. Қанша қажет екенін описаниеде көрсетіп кеттім. Осылай видеодағыдай жалпақтау етіп турап аламыз. Міне турап алдық. Енді оны массаға қосамыз. Одан кейін жүгері, кейін картофель пайдың жартысын саламыз. Соңында майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай қара бұрыш, тұз қосамыз. Дайын болған салатымызды ыңғайлы ыдысқа салып, үстіне картофель пайдың қалған жартысын себеміз. Осымен салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, төмендегі подписаться батырманын бассаңыз, келесі рецепттерде бірге боламыз. Қош сау болыңыздар.